Бұл оқиға туралы мен баяғыдан білем, және көзімде жеткен, қазір нақты мен айтатын оқиға көрші дос баламның басынан өткен. Бір күні дворда балдар қыздар болып ойнап жүреміз. Уайым жоқ, қайғы жоқ, рахат енді. Сол айынан кешкі 12-ге дейін жүретінбіз. Түн батып, ұйықтайтын уақытқа жеткен соң бәріміз үйімізге тарадық. Мен әлгі дос баламмен бір подъезде тұратынмын. Мен бірінші этажда, ол 5-ші этажда. Бірінші этажға подъезге кіре сала мен үйге кіріп кететін едім. Ал ол дальше 5-ші этажға көтеріледі. Солай бір түн өтті. Ертеңгісі далаға шықсам, бәрі сол дос баланы қоршап алыпты. Барсам, осындай әңгіме естідім. Кеше үйге кіріп ұйықтайын деп жатсам, папа ішіп алыпты. Шәмәлі мазаны алып, ұйқы бермеді. Сосын бардым да жата қалдым. Сөйтіп орнында жатсам, какой-то бір дауыстар естідім кухнядан. Жыбыр-жыбыр етеді бірдеңе. Папа шығар деп жата бердім. Бір кезде анау қоймайды дауыс шыға беріп, кәдімгі даңғарлап кетті. Сөйтіп не істеймін деп жаттым да, не істеп жатыр екен деп барып көріп қайтайын дедім папаны. Сөйтіп коридорға шығып, светті жағайын десем, сол жақ құлағымнан шайтан деген дауысты четко естідім. Бірден орныма қашып, оранып жата қалдым. Бөлме салқын болып кетті. Кәдімгі будто бір қыстың күні далада жатқандай болдым. Страшно салқын болды ана бөлме деген. Папаны шақырып бақырдым, но дауыс жоқ, ответ жоқ. Папа как будто естімей жатқандай мені. Сол кезде есікті біреу соқты. Сөйтсем, балам, есікті аш деп папаның дауысы шығады. Сонда жаңадан бері мен көрген кім, дауыс шығарып жүрген кім деп дым түсінбедім дейді. Сөйтіп, сондай әңгімені естідік. Сөйтсек, ол расымен де шайтан болып шықты. Яғни үйдің шайтаны. Олар үйде тазалық болмаса, лас нәрселер болса, тіпті үйдің бұрышына өрмекші торын басып кетсе, ол менің де үйім деп кіріп алады екен. Үйге кіргенде тіпті ассалаумағалейкум деп кірмесек те, ол үйдің бір бұрышын мекен етіп алады.